Алматыда 9-шы сынып оқушысы баллоннан бұрыш шашып, 7 бала ауруханаға жеткізілді. Қалалық полиция департаментінің мәліметінше оқыс оқиға мектеп дәретханасында үзіліс кезінде болған. Тәртіп бұзған баланың ата-анасы әкімшілік жазаға тартылмақ. Сонымен қатар материал кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі комиссияның қарауына жіберіледі. Қазір иіс тиіп емдеу мекемесіне жеткізілген 4 жасөспірім ем-домнан кейін үйіне қайтарылған. Қалған үшеуі дәрігердің бақылауында. Артынан 10-шы сыныптың баласы келеді, екеуі шашып шығып кетеді. Ол сразу бірденен иісті сезіп, мұрын жауып, жөтеліп, әжетханадан шығып, бізге хабарлайды. Хабарлағаннан кейін тез арада есік терезені ашып, балаларды сыртқа шығарып, эвакуация жасадық. Тыныс алу жолдарының тыныс алуының қиындауы балаларда, көздің ашуы, тамақтың ашуы, сосын балалар шошынып қалған, ауруханаға тездетіп жеткізілген балалар. Көмектің дұрыс және уақытылы көрсетілуіне байланысты балалардың өміріне қауіп төніп тұрған жоқ.